Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Адамдарға қатысты қылмыс деген залымдар арты не боларын ойламайды. Ал кейбіреулері керісінше ерекше ләззатпен немесе мазақпен істейді. Алайда сот алдында тұрып берілген мерзімін естігенде олардың реакциялары әртүрлі болып келеді. Залымдардың реакцияларын көрейік. Брэндон Спенсер. Бұл 20 жастағы жігіт Брэндон Спенсер, және ол Хэллоуинге арналған кеште атыс кезінде 4 қызды өлтірейін деген. 2021 жылғы қазан айында бұл кеш студенттер ассамблеясымен жасалған екен. Бір қарасаң жесткий жігіт сияқты, бірақ сот алдында оның нервісі біткендей. Столға басын ұрып қатты жылай бастайды. Өзінің деласына қатысты шешім шыққанда. Өйткені Спенсер енді 40 жыл бостандығынан айырылғанына сене алар емес. Әрине, әр адам жігіттің орнында болса сынады. Алайда істегеніңді мойнымен көтеру керек. Бұл жігітті адамның өмірін қию деп 4 пунктпен кінәлі деп шешеді. Айтатын несі бар, істегеніңді көтер. Эндрю Вирт. 25 жастағы Эндрю Вирт Диаблос Лобос деген мотобанданың мүшесі болған. Жігітті Джефферсон қаласында бардың алдында 2 адамға қатысты ауыр қылмыс жасалды деп сотқа алып келеді. Сот алдында жігіт жынданып, боғауыздық айта бастады және босатыңдар тез деп айғайлайды. Ол 30 жыл бостандығынан айырылғанына сене алмады. Сөйтіп, сотта артындағы отырғандарға қарап, үкімдерін күлкілі екен дейді. Артынан Эндрю төбелес бастады. Оны тез арада күту бөлмесіне шығарып жібереді. Бұл оқиға қаза болғанның туыстары отырған жерден бірнеше метр жерде болады. Мен бұл оқиғаның болғанына таңғалмадым, дейді полиция басқармасы Джеймс Уоллис. Ол Вирттің артында отырған. Жоқ, шынымен де ашуланып не істеп аламын деп ойлады. Осы жиіркенішті қылығы үшін оған тағы 4 ай қосып береді. Томас Михаил Лейн. Огайо тұрғыны, жеткіншек. Убийца, өлтіруші деген жазуы бар футболка киіп, сот алдында күліп, айқайлап, боғауыздық жасайды. Өйткені оны өмір бақи бас бостандығынан айырады. Мына 18 жастағы жігітке шешім шығарғанда, ол отырған жерінде ары-бері теңселіп отырады. Қаза болған адамның туыстары оны опасыз деп қиналып өлуін тілейді. Және айуанды қамағандай қамасын дейді. Осының барлығын Лейн тас жүзімен тыңдап, өзінің кінәсін мойындамай отырады. Сот жігітке сөз бергенде өзінің адвокатын тоқтатып, қысқа да қорқынышты сөз айтады. Мына пистолетті ұстаған қол есімде қайталанады. Мен сіздерге факт көрсетемін. Отырғандар жағаларын ұстайды. Мен бұндайға дайын болмадым деп прокурор Джеймс Лойс айтады. Осы оқиға жігіттің қандай залым екенін көрсетеді. Бұл өте жиіркенішті адам деп тағы қосады. Жігіт әлі ешқандай сұхбат бермеді, неге солай істегені. Бір ғана жауап, ол жай солай қалады. Сот төрағасы Дэвид Фурис оған 3 бас бостандығынан айыру мерзімін береді. Лейн жай күліп қояды. Джерри Аскин. 29 жастағы Нью-Йорк тұрғыны Джерри Аскин 25 жылға сотталды. Ол мас күйінде рөлге отырып аварияға түседі. Осындай қылықтың арқасында бір жанұя өліп кетеді. Жанұя қарсы келе жатқан көлікте еді. Осы қорқыныштан тек қана Джерри аман қалады. Алған жарақаттарының себебінен ол жүре алмай, мүгедектер коляскасына отырады. Қалай дегенменде алған жарақаттар оны жауапкершіліктен босатпайды. Сот отырысындағы видеодан залымның күйін көруге болады. Істегеніне сене алмай, қандай мерзім күтіп тұрғанын білмейді. Не айтсақ та барлығы түрінде жазылып тұр. Джерри Аскинге берілген мерзім дұрыс деп ойлайсыздар ма? Энтони Гарсия. Өз тағдырын сот алдында күтіп отырып, ол 2 жыл бұрын істегенін қайталайды. Мына Оскары жоқ актерға қараңыздаршы, мүгедектер коляскасында құлап, мойны солға қисайып, көзін қысып, кейде теңселіп отырады. Осы қылығымен Гарсия өзінің есі дұрыс емес деп көрсетеді. Ештеңе көрмегені де дұрыста шығар, өйткені оның арасында оған қандай үкім шығады деп отырған қаза шеккен адамның жақындары отырды.
Кейін Гарсия оны ауру адам екен деп ойласын деп осылай әдейі отырғаны белгілі болады, мерзімін азайтатын шығар деп. Бірақ олай болған жоқ. Залым өзінің лайықты 30 жылдық жазасын алды. Алексис Секстон. Қыздарды соттағанда эмоцияларына берік болып келеді деп ойлаймын. Мысалы 15 жастағы Алексис Секстон сотталып жатқанда жай ғана жылай салды. Бір қарасақ, күнәсі жоқ бойжеткенді қалай соттауға болады? Оны 15 жылға соттайды. Ол 14 айлық нәрестеге қастандық жасаған екен. Ол бала қараушы еді, және ол бала өміріне қауіп төндірген екен. Айтпақшы, баланың анасын да Виктория Граусты кінәлі деп шешеді, өйткені керек кезде ол балаға жедел көмек көрсетпеді. Қосып айтқанда, не істесек те ойланбасаң, арты жаман болуы мүмкін. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.